Қайырлы күн оқушылар, сіздермен бірге Зе мұғалім каналы. Оқушылар, бүгін біз 11 сыныптың қоғамдық гуманитар бағыттағы география пәнінен 2-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмаларын орындаймыз. Достар, видеоның бастамас бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сабақ тапсырманы бастаймыз. Бірінші тапсырма бізде мәтінді оқыңдар дейді. Топырақтың табиғи және антропогендік ластануы болады. Табиғи ластану биосферадағы табиғи процестер нәтижесінде топыраққа атмосферадан, литосфера, гидросферадан әртүрлі химиялық заттардың түсуі арқылы, мысалы тау жыныстарының желмен ұшуы немесе жаңбыр мен қар сулары арқылы жүреді. Табиғи экожүйе мен адам денсаулығына ең үлкен зиянды топырақтың антропогенді ластануы әкеледі. Негізгі ластаушылар қатарында пестицидтер, тыңайтқыштар, ауыл металдар, канцерогендер әсерлері бар жатады. Достар, мен соңына дейін оқымай қояйын. Өздеріңіз оқып аласыздар. Өте ұзақ уақыт алатын сияқты. Тапсырмаға оралайық. Топырақтың негізгі ластаушы көздерін анықтаңдар. Яғни біз бұл жерде берілген сұрақтардың барлығы осы мәтінде берілген, сондықтан да мәтінді мұқият оқыңыздар. Бірінші сұрақ. Топырақты негізгі ластаушы көздерін анықтаңдар дейді. Бұл бізде тыңайтқыштар, ауыр металдар, канцерогендер әсерлер құрамында хлор, фтор, фосфор. Екінші сұрақ. Адам денсаулығына топырақ ластануының әсерін түсіндіріңдер. Адам организміне түсетін зиянды заттардың 70% тамақ өнімдеріндегі пестицидтер мен тыңайтқыштар нәтижесінде болады. Үшінші сұрақ. Автокөліктерден шығатын қалдықтардың топыраққа әсерін түсіндір. Қорғасын қосылыстары бензиннің құрамында да кездеседі. Сондықтан автокөлікте көп жүретін үлкен көшелер, автокөліктер қорғасынмен ластаудың көзі болып табылады. Әсіресе қорғасынның мөлшері автокөліктер көп жүретін үлкен көшелер бойындағы топырақ құрамында көп болады. Екінші сұрақ. Қоршаған табиғи ортаны бақылау кезінде мониторинг жүргізу арқылы сапасы анықталады. Қоршаған ортаның мониторинг жүргізілетін элементтерін сәйкестендіріңдер дейді. Бұл жерде бізде бірінші қоршаған ортаның жеке компоненттері мониторингі, бұл бізде топырақ, су, ауа, өсімдіктер. Екінші биологиялық мониторинг жануарлар дүниесіне жатады. Келесі сұрақ. Қоршаған ортаның ластануы физикалық, химиялық және биологиялық деп құрастырылады. Кестедегі ластану түрлерінің адам өміріне әсерін түсіндіріңдер дейді. Біз бірінші кестені 3-ке бөліп аламыз. Бізде бұл физикалық, химиялық, биологиялық. Физикалық ластануға электромагнитті, радиоактивті, сәулелі жарықты, жылулы кез келген тірі ағзаға, әсіресе адамдарға теріс әсер береді. Шаршатады, ақыл-ойдың белсенділігін, еңбек өнімділігін төмендетеді. Радиациядан болатын мутагендік әсер, генетикалық өзгерістер ластанудың бұл түрінен болатын ең қауіпті салдар. Мутация тұқым қуалап, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, биосферадағы тұрақты өзгерістерге алып келуі мүмкін. Екінші, химиялық ластану қоршаған ортаға күкірт, ауыр металдардың, әсіресе сынап, жанып бітпеген жанармай қалдықтары бар күлдің ұшқыны, азот оксидтері, фторлы қосылыстардың қоршаған ортаға түсуі, қоршаған ортаның химиялық құрамының өзгеруі және тыныс аурулардың пайда болуы мүмкін. Биологиялық ластануға қоршаған ортада биогендік заттардың таралуы, оларға фермалар мен шаруа қожалықтарындағы жануарлардың қалдықтары, азық-түліктің белгілі бір түрін өндіретін ет комбинаттары, сүт, сыра зауыттары, антибиотик өндіретін кәсіпорындар қалдықтары жатады. Келесі сұрақ. Арал маңы экологиялық мәселелерін, тұрғындардың өмірі мен шаруашылығына әсерін бағалаңдар дейді.
Суретте қарасақ, Арал теңізінің тартылуы берілген. Сұрақ: Арал теңізінің тартылуы пайда болған мәселелерді анықтап, қоршаған ортасының өзгерісіне әсер етуші факторларды талдаңдар. Арал теңізінің тартылуынан тұздардың көбеюі, шөлденудің артуы, топырақтың сорлануы, бір балл температураның көтерілуі пайда болған. Өсімдіктер мен жануарлардың жойылуы мен миграциясы. Арал теңізінің экологиялық мәселесінің жергілікті халық көші-қон үрдісіне әсерін анықтаңдар. Арал маңы тұрғындардың көпшілігі экологиялық таза аймақтарға көшуі, халық санының азаюы. Көл суы тартылуынан балық шаруашылығы жойылды. Сырдария мен Әмудария өзендердің суы азайып, көлге жетпеу себебінен егін шаруашылығы азайды. Үшінші сұрақ: Арал маңындағы тұрғындардың денсаулығы үшін қандай қауіп бар екендігін сипаттаңдар. Арал маңындағы тұрғындардың денсаулығы күрт төмендеген. Бұл өңірде туберкулез, бүйрекке тас байлану, сарысу, өкпе тыныс аурулары көбейген. Келесі сұрақ: Екінші суретте берілген картаға мұқият қараңдар. Бұл жерде дүниежүзі елдерінің ауаның токсинді ластану индексі. Яғни сұрақ: картадағы ауаның токсинді ластану индексін пайдаланып, елдердің ластану деңгейі бойынша жіктеңдер. Біз бірінші кесте сызамыз. Кесте бойынша токсинді ластану жоғары елдер, токсинді ластану деңгейі орташа елдер, токсинді ластану деңгейі төмен елдер. Бұл бізде жоғары елдерге Сауд Арабиясы 121-135 және Қытай 106-120. Орташа токсинді ластану деңгейі Аустралия 61-75. Төмен елдер Бразилия 1-15. Екінші сұрақ: токсинді ластану индексі жоғары елдердегі басты ластаушы факторды талдаңдар. Токсинді ластану индексі жоғары елдердегі басты ластаушы факторлар анықтаған үшін 1 балл дейді. Бұл өндіріс орындарының көп болуы, отын энергетика, мұнай газ өнімі, көмір саласының дамуы жатады. Алтыншы сұрақ: суреттерге мұқият қараңдар. Қоршаған ортаның ластануы. Суреттерде көрсетілген қоршаған ортаның сапасын жақсарту бойынша жасалатын жұмысты ұсыныңдар дейді. Бізде екі сурет берген. Біріншісі қоқыстар, ал екіншісі зауыттардан шыққан түтіндер. Сұрақ: жауап: бұл бізде қоршаған ортаның сапасын жақсарту бойынша зауыттардан шығатын газдардың мөлшерін сапасын қадағалау, жергілікті аймаққа тигізетін әсерін мониторингілеу, сүзгілер арқылы улы газдардың ауаға тарауын азайту, айыппұлдар сомасын көбейту, өндіріс орны айналаға ағаштарды отырғызу, қоқыс қалдықтарын жинау, өңдеу, демалыс орындарын салу. Соңғы тапсырма: геоэкологиялық зерттеулер әдістері далалық, тәжірибелік сипаттамалар және салыстырулар модельдеу арқылы болады. Соның нәтижесінде геологиялық, әлеуметтік, географиялық сараптама жұмсалады. Суреттегі аймақтағы қоршаған ортаның сапасын талдаңдар дейді. Бұл жерде бірінші сұрақ: геологиялық жер бедері және топырағы. Геологиялық жер бедері шаруашылық дамытуға және топырағы құнарсыз, шаруашылық дамытуға жарамсыз, тасты, құмды, зиянды металдармен ластанған. Әлеуметтік халық тұрғындарға әсер. Әлеуметтік халық қоныстануына жарамсыз, тұрғындар денсаулығына қауіпті, шаруашылықты дамыта алмайды. Соңғы сұрақ: биогеографиялық өсімдіктер мен жануарлар. Биогеографиялық өсімдіктер дүниесі жойылған, ауаның құрамындағы газдардың мөлшері жоғары. Мекендеген жануарлар басқа аймаққа көшкен немесе жойылған. Сапасы жағынан нашар, өте жарамсыз жер болып табылады. Достар, сіздің осымен 11 сыныптың қоғамдық гуманитарлық бағыттағы география пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
ұмытатын нәрсеміз бұл бізде біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бас соғысы біз үшін маңызды. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.